Балаға қашан ұстазы сен жетілдің деп бата бермейінше шықпайды деп айтады. Діни ілім ғана өте маңызды, ал мына дүние ілімдер керек емес деп айта алмаймыз. Бір маман жоқ болатын болса, ол бізге керек дегенше орталарына жиналып алып, бір рет соған оқытыңдар деп. Адамға пайда беретін білім бар, не пайдасыз білім бар. Суға бата бастаған кезде қайықшы сұрайды дейді, сен жүзуді білесің ба деп. Жоқ, білмеймін десе, өміріңнің бәрін босқа өткізіп жіберіпсің ғой деп. Біздің алып жатқан нәрсеміз көбісі осы ілім емес, информация. Өйткені ілімнің негізі нұры болады, Алла тағаланың тақуалыққа апарады. Білім, ғылым дамыған сайын қоғамда берекетсіздік пайда болып жатқан сияқты көрінбей ме сізде? Ілім алу үшін не керек деп сұраймыз ғой. Сол кезде жақсы құйрық керек деп айтады. Жақсы отыру қажет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Есімім Тасболат Әлибек Болатұлы. Бүгін сіздермен ерекше подкаст. Қонағымыз Бөрлі Аудандық мешітінің наиб имамы, Нұр Мурак университетінің жаңа түлегі десек болады, 2025-те бітірген Нұрдәулет Аралбайұлы. Қош келдіңіз. Енді Нұрке, қазіргі уақыттағы заманды қарайтын болсақ, білімдінің озып жатқан заманы. Бұл енді білім демекші, жасанды интеллектіміз тағы басқалай дамып жатыр, бірақ біз ескі әдіс десек, не болмаса ескі әдіс емес, ол әрдайымға жүретін әдіс десек, білім алу ешқашанда тозбайды деп айтылады. Сол секілді бүгінгі тақырыбымыздың негізін білім алу жайлы сізбен сөз қозғасақ. Ашамыз деген үміттеміз. Алдымен қош келдіңіз. Жақсы, қош көрдік. Сізге де Алла разы болсын. Ең әуелі сөзімізді бисмилля бастайық. Ең әуелі барша мақтау мадақ әлемдердің жаратушысы Алла тағала болсын, және ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың салауаттары мен сәлемі болсын. Ең әуелі ілім жайлы айтатын болсақ, ілім адамның өмірін өзгертетін негізгі құрал, негізгі күш. Қай дәуірде болсын, адамдар ілімге мұқтаж болған және мұқтаж болып қала бермек. Тіпті дүниелік ілімде де, дінде де біздер ілімге өте мұқтажбыз. Осы тұрасын айтатын болсақ, ең әуелі жалпы барша мұсылман баласы болғандықтан баршамызға білім алу өте міндет, парыз. Өйткені Алла тағала Зұмар сүресінің 9-шы аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Қул хәл ястауил лазина я'ламуна вал лазина ла я'ламун. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт, расында білетіндер мен білмейтіндер тең бе деген. Яғни бұл жердегі сұрақ емес, ол жердегі сол нәрсенің маңыздылығын көрсету. Бұл жерде Алла тағала сұрақ қойып жатқан жоқ. Яғни әсте тең емес деген нәрсені білдіріп жатыр. Өйткені және де басқа да бір аяттарда көретін адам мен соқыр адам тең бе деп айтады. Дәл осы аятты алатын болсақ, бұл жердің ұқсастығы екі аяттың. Білімсіз адам ол соқыр адам секілді. Яғни еш нәрсені көрмейді, дұрыс жол таба алмайды. Ал білімді адам ол көзінде нұры бар, жарық нұры бар, барлық жерде дұрыс бағыт тауып шыға алатын адам секілді. Бірақ осы жерде бір сұрақ туындайды, Нұреке. Сырттан енді ол барлық адамдан емес, бірақ та дінге жала жабушылар деген бір сөз қолданамыз ғой біз әрдайым. Сол кезде бізде пайғамбарымызды оқу жазуды білмеген адамдан шыққан деген бір айыптаулар айтылады. Ал ол жердегі кейбір жаңағы секілді енді білім көп нәрседен құтқарады деп айтамыз ғой. Пайғамбарымызға ол нәрсе қазіргі критерийлерге ілінуге себеп болған жоқ па? Жоқ, өйткені бұл жерде білім деген тек қана оқу жазумен ғана болмайды. Өйткені имам Малик атын, Алла оны рахмет алсын, қазір Малик мазхабының имамы айтып кеткен сөзі бар. Әл-илму лайса бикасрати риуая. Ілім деген ол көптеген риуаят жеткізу емес, яғни былай айтқанда көптеген информация білу емес, алайда ол Алла тағаланың жүректерге салатын нұры деген. Яғни ол тек қана бір кітаптан оқуы шарт емес, не болмаса біреуден келіп отырғызып жазу шарт емес. Алла тағаладан берген ілім бар деген нәрсе. Алла тағаладан, әлбетте. Алла тағаладан беретін ілімдер болады. Кейбір адамдар кітап оқымаса да, сондай Алла тағаланың қалауымен үлкен дәрежелерге, ілімде де үлкен дәрежелерге жетіп жатады. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бірінші мұсылман болғаннан кейін, бірақ негізі жалпы адамзат біліммен озады ғой бір-бірімен. Ол заман дамысын, жаңағыдай жасанды интеллектіміз шарықтау шегіне шықсын, не болмаса бір құлдырасын, бірақ та
адамнан білім бәрібір төмен түспейді. Яғни білімді адам ешқашан қор болмайды дегіміз келеді. Енді біз білім деген кезде не нәрселерді түсінеміз негізі? Енді бұл айтқан кезде түрліше көзқарастар айтады. Біреу айтады, дін мен медицина қалған жүріп үйреніп алуға болады дейді. Ал біреулер айтады, бір апта үйренудің өзі үлкен білім дейді. Жалпы білімді неден үйренеді? Жалпы қалай басталады бастамасы? Не болмаса жаңағы баланың өзінің де алып оққаны білім ғой былай. Но біздер оны жаңағыдай не деп айтамыз? Өзіне қажетті ақпараттар деп қана, ақпарат пен білімді екі жаққа жатыстырып айтамыз. Сол кезде оны білім дейміз бе, жоқ әлде ақпарат па? Жалпы білім деген кезде жаңағы секілді қандай білімдерді ортаға қойып сөйлеген дұрыс болады? Жалпы ең әуелі біз мынаны ашықтап кетсек, білім дегенде бізде көбінесе тіпті шариғи білімнің өзі біздер екіге бөлінеді. Біздерде парыз айын және парыз кифая болып. Парыз айын деген әрбір адамға міндет болған, әрбір адам үйренуі керек болған ілім, басқа адам оны орындап бере алмайды. Тек адам соны өзі ғана орындау керек. Мысалы, шариғатта айтатын болсақ, намаз, ораза секілді ғибадаттарды әр адам жеке өзі орындау керек. Ал парыз кифая дегеніміз ол қоғамда белгілі бір соның ішіндегі бір адам орындаса, қалған адамдардың мойнынан түсетін ілімді айтамыз. Осыған мысал ретінде қоғамдағы мамандықтарды айтып кетсек те болады. Қоғамдағы мамандықтар парыз кифаяның шеңберінде қараймыз. Шеңберінде қараймыз. Яғни бір адам орындаса, қалғандарынан түседі. Қалғандардың мойнынан түседі. Ал егер мүлдем жоқ болса? Егер де мүлдем жоқ болса, барлық адамдар онда күнәға ортақ болады. Күнәға ма жоқ, жауапкершілікке ынталандыру үшін барлық адамға бірдей парыз болады деген дұрыс па? Негізінде барлық адамға тікелей парыз болады, бірақ алайда сол қоғамның арасынан бір ғана адам орындайтын болса, шыққанша, барлығына міндет болады. Кейін сол қоғамның арасынан бір адам шығып, сол жауапкершілікті өзінің мойнына алатын болса, қалған адамдардың мойнынан бұл жауапкершілік түседі. Ал егер ешкім орындамайтын болса, яғни осы мамандық иесі шықпайтын болса, барлық адам жаңа күнәһар болады. Значит, баяғыда аталарымыздың айтатындай бар ғой. Егер бір маман жоқ болатын болса, ол бізге керек дегенше орталарына жиналып алып, біреуді соған оқытыңдар деп, значит, олар сол нәрсеге көмектесу керек деп санаймыз. Енді біздер дүниелік білім, не болмаса діни білім деген қазір ортада сөз бар ғой. Жалпы айтқан кезде қайсысын қайырлысы, жаңағыдай жақсырақ санайтын, мысалы үшін діндарға отыра алсаң, діни ілім жақсырақ деп тек қана солған байланысты ғана көптеген сөз айтады. Жаңағыдай басқаның барлығы құр бос әңгіме, әуре. Енді әрине біз сенім иесі болғандықтан, не болмаса бір арнайы бір дінге сенетін болғандықтан, біз ол нәрсені көптеп айтатынымыз ол қалыпты жағдай. Бірақ та ол жердегі мынадан үстем дейтін қаншалық дұрыс саналады? Бұл мәселе қоғамда көп талқыға салынатын мәселелердің бірі. Бірінші мынаны айтып кететін болсақ, жалпы ең әуелі жалпы мұсылман ретінде илмул хал, ғылым халын үйренуіміз керек. Міндетті баршағына. Яғни әрбір адам қоғамда мысалы намаз оқуы керек. Яғни намазды дұрыс парызын өтей алатын мөлшерде үйрену керек. Барлық мұсылман сауда-саттықпен айналысады, сауданың ең негізгі мәселелерін үйрену керек. Дәл сол сияқты барша мұсылман үйленудің негізгі шарттарын дұрыс үйрену керек. Белгілі бір мөлшерде алу керек. Осы мәселені алатын болсақ, ғылым хал бірінші орында тұрады барлығына. Ал енді қоғамдағы мысалға медицина салаларын алатын болсақ, мысалы дүниелік білімдерін, біз оны негізі бөліп жарып қарай алмаймыз. Яғни бұл жерде діни ілім ғана өте маңызды, ал мына дүниелік білімдер керек емес деп айта алмаймыз. Оларда қоғам өте маңызға ие, өйткені Алла Тағала өзінің Құранда Маида сүресінде кімде-кім жер бетінде бір адамды құтқаратын болса, яғни аман алып қалатын болса, бүкіл адамды аман алып қалған секілді болады дейді. Немесе кімде-кім жер бетінде бір жазықсыз бір адамды өлтіретін болса, жер бетінің ішіндегі барлық адамды өлтіргенмен бірдей болады дейді. Осыны біз көбінесе медицина саласында адамдарға қарай мысалда айтамыз көп ауыздарымызда. Өйткені медицина қызметкерлері оларға Алла разы болсын. Өйткені Алланың қалауымен баршаларымыз өйткені күрделі операцияларды жүзеге асырады. Соның себебімен осы аяттың астарына кіріп жатыр да.
тек қана медицина емес қой тек қана медицина өрт емес бұл жерде. сөндіретініміз ба, қауіпсіздігімізді жалпы қоғамға кім әйтеуір бір пайдасын тигізе Пайдасын алатын тигізе әрбір алса. мамандық. әрбір мамандық yes. Бірақ енді жаңағы айтқанымыздай бір күні бір ғалым мен қайықшының оқиғасын айтады ғой әрдайым. Жаңағы ғалымның жаңағы араб тілі грамматикасын үйренген ғалым қайықшыға отырып ары өткізуді сұрайды. Жолда кетіп жатып ғалым сұрайды, ғой сен деген араб тілінің грамматикасын білесің бе дейді. Жоқ, білмеймін десе, өмірінің жартысын босқа өткізіпсің ғой деп. Сонымен жолда қайық тесіліп жаңағы суға бата бастаған кезде қайықшы сұрайды дейді, сен жүзуді білесің бе деп. Жоқ, білмеймін десе, өмірінің бәрін босқа өткізіп жіберіпсің ғой деп. Сол секілді мүмкіндігінше ғылым мынау төмен, мынау жоғары деп есептелмейді, бірақ та енді әркім сенім жүйесіне байланысты бір нәрсені үйренгені абзал, және де сенім жүйесін, яғни сенім иесі болғандықтан, жаңағыдай біздер енді мұсылмандарға иман келтірген болғандықтан деген сөз қолданамыз ғой. Иман келтірген болғандықтан оған негізгі керек ғибадатына, құлшылығына керегін нақты білу қажет деп айтамыз да. Дұрыс айтасыз, бірақ енді қазіргі мынандай бір ситуациялар бар. Білім, ғылым дамыған сайын қоғамда берекетсіздік пайда болып жатқан сияқты көрінбей ме сізде? Бұл жерде сырттай қарайтын болсақ, солай көрінеді, бірақ бұл жерде біз ашып анықтап алатын болсақ, бұл жерде бізде берекелі, яғни адамға пайда беретін білім бар, және пайдасыз білім бар. Пайғамбарымыз да жаңағы пайдасыз ілімнен сақтанған өзінің дұғаларында. Керісінше пайдалы ілімді сұраған, жай ғана ілімді емес, пайдалы. Оны біз шариғатта әл-илмун нафих деп айтамыз. Осыған байланысты Пайғамбарымыздың мұбарак хадисі бар. Ол кезде адам баласы дүниеден өткен кезде барлық амалдар тоқтайды дейді. Сол кезде тек қана артынан өлгеннен кейін де барып тұратын сауаптың біреуі садақатын жария, ел игілігі үшін жасап кеткен бір қызметі немесе құрылысы дейтін болсақ болады. Екіншісі осы жерде ілім дейді. Осы жерде илмун янтафиу бихи, яғни оған пайда беретін ілім деп айтады. Жай ғана ілім демейді, яғни пайда беретін. Осыған сай қоғамда пайда беретін ілім ол әр дәуірде де біздерге өзінің жақсылығын, пайдасын үнемі береді. Ал жаңа қоғамда біздің адамдардың құлдырауына кері қарай дамымай кері кетуіне себеп болатын негізгі осы ілімдер ол пайда бермейтін ілімдер. Ілім үнемі пайда береді деп айта алмаймыз. Кейбір ілімдер егер де дұрыс мақсат қойылмайтын болса, адамдарға керісінше зиянын береді. Яғни зиян үшін үйренілетін ілімдер бар деген. Бар, иә. Бірақ енді пайда беремін деп артық қыламын деп тыртық қылатындар да бар ғой. Жаңағыдай жасағым келеді, бірақ былай болып қалды дегендей. Мысалы үшін біздер енді діни білімде ғана емес, жалпы айтқан кезде көреміз ғой, қаншама әрекеттерді көреміз. Сол әрекеттердің ішінде алған білімін тәжірибеге салам деген кезде шығады деп айтылады. Яғни салған кезде ортадан не құлдырап кетеді, не болмаса арап дамып кетеді. Құлдыраса енді өкінішті ақ, әрине, себебі ол тек қана өзін ғана құлдыратпайды. Ол қоғамды, не болмаса сол ортада тұратын жергілікті өңірді, не болмаса өзінің мамандығына байланысты дүниелердің бәрін құлдыратуға алып кетеді деп. Енді діни білім демекші біздерде діни білімнің ортақ нүктесі бар. Мысалы үшін барлығының алу керек болған, міндет болған, не болмаса оны алатын болса, жан жақтан зиян болмайды деген. Бұл жерде Әл-Фараби бабамыз мына сөз есіме түсіп отыр. Жалпы тәрбиесіз білім бұл адамзаттың қас жауы деп айтады. Жалпы сіз айтып жатқан нәрселеріңіз қоғамда бар. Шынымен адамдардың кейде ниеті пиғылы дұрыс болады, бірақ алайда жаңағы ілімін дұрыс жүзеге асыра алмайды, пайдасы немесе керісінше пайдасына емес зиянына қарай көбінесе алып кетіп жатады адамдар. Бұл нәрселер біз ойлаймыз негізі адамның ниет пиғылынан деп ойлаймыз. Адамның ниеті дұрыс емес, дұрыс мақсат қоймаған. Немесе адам пиғылы ниеті дұрыс болса да, адамның кейде біз байқаймыз, оның әдебі, тәрбиесі дұрыс емес деп. Өйткені тәрбие ол ілімге өте маңызды нәрсе. Егер тәрбие болмайтын болса, қанша біз ілім алсақ та, бұл қоғам негізі зиян алып келеді.
Мысалы бұл жерде адамдар кейде ілімді пікір талас тартыс үшін алады көбінесе. Осы үшін біз кейде ілім негізі бізді бауырмашылдыққа, мейірімге алып келу керек жүректерімізге. Ал кейде пікір талас үшін өзімізді, мысалы мен өзімді біреуден артық көру үшін, өзімді дәлелдеу үшін ілім алатын болсам, бұл ілім менің пайдам емес, керісінше маған зиян алып келеді. Жоқ, мынадай бір не бар ғой, енді біз тәрбиемен, не болмаса жаңағыдай мінезбен дегендей тағы да басқалай ниетімен деп айтамыз. Бірақ енді көптеген орталарда бар, көпшілік айтады, мынау керемет бала еді, атасы мен әжесінің тәрбиесін көрген бала еді, не болмаса тағы да басқалай жаңағыдай қоғамда одан бір зиян келеді деп ойламайтын өте тәрбиелі. Бірақ кейін қарасақ осы орталардан бірақ шықты деп, яғни білім алам деді, шықты, анау жаман деді, мынау жаман деді. Бір күн қарасақ біздің жақсы адам деп жүрген адамымыздан былай адам шығып тұр деп. Ол жердегі тек қана тәрбие емес секілді. Мүмкін кейбір адамдардың өзінің қолданысын кейбір адамдардың ықпалы өтіп кетуі ықтималдығы жоғары секілді де көрінеді. Бұл жерде сіздің айтып отқаныңыз енді түсінгендей болдым. Және бұл кейбір мәселелер болады, адамдар ілім алады, бірақ бұл жерде ілімді біздер өзінің бастауынан алу керек әр уақытта да. Яғни біз түп нұсқадан алмайтын болсақ, кейбір адамдардың танымал емес, мысалы мешіттегі ұстаздарға, білімді адамдарға келіп алмайтын болсақ, қоғамдағы баз біреулердің, кейбір адамдардың, жатағымдардың қолына түсіп кетуі мүмкін адамдар. Кейін осы нәрселердің олар сырттай қарағанда білім алып жатқан сияқты, пайғамбарымыздың мирасын алып жатқан сияқты, дінді үйреніп жатқан секілді, бірақ негізінде олар өзіне осындай жұқпалы ауруларды, діни ауруларды жұқтырып жатқан өздері байқамайды. Негізі мысалы біздер өзінде мешіттеміз ғой, мысалы мешіт алатын болсақ, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекітіп қойған имам ұстаздар бар, тікелей солардың қолынан келіп ілім алу керек. Сол кезде егер түп нұсқадан келіп ілім алатын болса, ол оның өміріне тек жақсы жағынан ғана көрінеді. Яғни фундаментін дұрыс қалау керек. Фундаменті дұрыс қалау керек бұл жерде. Дұрыс айтасыз, енді ол әр жерде жаңағыдай бар, бірақ сол өзінің мақсатына жету жолында не болмаса кейбіреулерге ықпал етіп, солар мақсат қойып берген мақсатқа жету жолында түрліше жолға баратындар бар. Мысалы үшін өзіңіз Нұрмакта оқыдыңыз. Нұрмакта оқыған кезде де біздер барлығын 100% деп айтамыз, бірақ та енді соның да ішінен шығады ғой, мыңнан бір, миллионнан бір адам дегендей. Болмаса мынау адам кезінде медреседе оқыған еді деген сөздерді де айтады. Мүмкін енді дұрыс та оқымаған шығар, біз білмейміз, оларға айып та тақпаймыз. Тек қана кейбір уақыттарда сондай білімді алып жүрген, болмаса жаңағыдай ортада айтылатындай көзі ашық адамдардан да осындай дүние шығады екен-ау деген сұрақтарды айтады. Енді дұрыс қой, қазіргі уақытта білім алушылар әр жерден алып жатыр. Мысалы үшін біреуі жаңағы досынан, енді ақпарат қой, ақпараттан басталады ғой барлығы деген, анасын мынаны оқы дейді, оны ашып алады, мынаны оқы дейді, оны ашып алады. Бір күн қарасаң ChatGPT-ның артында жүреді, бір күн қарасаң жаңағыдай интернеттегі уағызшылардың артында жүреді дегендей. Сол секілді діни білім алуда нақты критерий бар ма, жаңағы сияқты ғой, бір жерде отыру керек, болмаса нақты бір орынды талап етеді дегендей. Жалпы бұл көп қойылатын сұрақтардың бірі, және көбінесе шәкірттер де қойып жатады, немесе жамаат арасында ілімге құштар адамдар да қойып жатады. Жалпы негізі ілім, бұл негізі біздің тікелей айтатын болсақ, негізінде ұстаздан тікелей алыну керек. Ұстаздардың қолынан. Ұстаз деген барлық недегі мамандар былай айтқан кезде. Мамандар. Сол істің мамандар. Ұстаз бен шәкірт мәселесі өте маңызды. Өйткені бұрын ғалымдарымыздың өміріне қарайтын болсақ, оларда өте керемет, олардың да кітаптары болған, олардың да керемет қабілеттері болған, бірақ сонда да олар өздерінің қабілеттеріне сүйенбестен тікелей әр саланың өзінің мамандарына барып, солардың қолынан тікелей сабақ алған. Бұлар бірнеше жылын кетірген шығар, 20 жылдап, 30 жылдап, 40 жылдап, өмірінің соңына дейін ілім алған адамдар бар, ұстазынан қалмай. Осы нәрсе оларды шынайы ұстаздыққа, шынайы ғалымдық дәрежеге жеткізе білді. Ал біздер қазір не істейміз? Мынадай нәрсе желеумен заман дамып кетті, қазір 20-шы ғасыр, бізге мұқтаждық жоқ дейміз де. Тікелей адамдардың бәрі интернеттен ілім ала бастады. Мешіттерімізде қазір сабақтар болып жатса да, көптеген жамааттар жалпы айтқанда мен түсінбеуі мүмкін арасында. Өйткені олар ойлайды,
қазір мысалға ChatGPT ашып сұрағын қоятын болсам, ол маған шығарып береді, маған мұқтаж жоқ деп ойлайды. Ал олар бір нәрсені ескермейді. Бәрібір заман қанша дамығанымен шынайы білім негізін бәрібір кетпейді. Біз мынау Өзбекстан өңірінде көп тәжірибеден көрдік. Мысал үшін былай жасайтын. Біреу бір өнер үйренеді, не болмаса жаңағыдай білім алып бастайды. Сөйтеді, әке-шешесі алып оны сол өнерді үйренсін деп, біреу жаңағыдай наубайшы болады, біреу жаңағыдай тағы да басқа ұста болады дегенде сол секілді алып барып кіргізеді. Балаға қашан ұстазы сен жетілдің деп бата бермейінше шықпайды деп айтады. Егер содан алдын шығып кететін болса, ода берекетсіздік пайда болады деді. Біздерде Ауғанстаннан келетін бауырларымыз айтатындай, ғалым қаншама ғалым болып тұрса да, кезіндегі ең басындағы ұстаз, не болмаса ортадағы әрбір ұстаздарының өзінен не алатын болса, жаңағыдай кері дұға алатын болса, оның артын ешкім ғалым деп ұйымайды дегенде. Сол секілді біздерге маңызды дүние бір жерден шыққанша сол жердің несін алу қажет дегенде ғой жалпы. Жалпы айтқан кезде имам Шафидің өмірлерінен, не болмаса тағы да басқа имамдардың өмірінен ұстазы қашан дайын болдың, менікі бітті, екіншіге жолдағанша ол басқа жақтан ананыкін салыстыру деген қиындау болатын уақыт. Бірақ енді оның өзі де кейбір айтатын болсақ, жат діни идеологиялардағы адамдардың да адасушылықта да сондай болып кетеді ма деген нәрсесі де дәл солай. Біз яғни біреуден ал, біреуден бата ал, біреуден жаңағыдай оқып шық деген кезде олар содан шықпай ертең адасып кетіп жүрсе тағы да проблема деймін. Ғылыми адамдар көптеген бір мінез ауырлайды, не болмаса жаңағыдай сөздерінде ауырлық пайда бола бастайды, тағы бір бет бейнелерінде сұс деп айтамыз біз жаңағыдай. Солай кейбіреулердің ойланып отырғанын көрген кезімізде ол дәрежеде ол ойланатын жас емес қой деген нәрселерді айтатынбыз. Бұл білім қандай білім болсын, адамға қалай әсер етеді негізі? Әсер болуға жетті? Жалпы ілім адамға өте қатты әсер етеді. Мысалы, ілім деген, оны ғалымдар біздерге жарық нұрға теңейді, ал ілімсіздіктен надандыққа, қараңғылыққа теңейді. Жалпы ілім алған кезде адам ең әуелі өзінің бойындағы осы надандық қасиеттерін, сипаттарын кетіреді. Біртіндеп. Оған дейін ол мысалға тіпті Алла тағаланың былайынша есімін білуі мүмкін, бірақ шынайы ұлы Алланы танымайды адам басында. Кейін оны таныған сайын оның жүрек нұры ашылады Құдайға деген. Алла тағаланың 99 есімімен бірге тани бастайды. Мысалға дін жағын айтатын болсақ. Одан кейін ең әуелі адамға бұл бірінші сабырды үйретеді ілім деген. Өйткені ілім алған кезде біз өзіміз қол жеткізгеніміз, мысалы кейбір әзіл ретінде кейбір ағаларымыз айтатын, ілім алу үшін не керек деп сұраймыз ғой. Сол кезде жақсы құйрық керек деп айтады да. Жақсы отыру қажет бұл. Яғни бұл сырттан күлкі болып көрінуі мүмкін, бірақ оның негізгі мақсаты бірнеше сағаттық отыру керек та. Ал бірнеше сағат адам отырған кезде шынымен ауырып қалады арқасы. Осы адам бірте-бірте сабырлыққа келеді және тұрақтылыққа. Ілім алған кезде және де жақсы жүйе керек, тұрақтылық. Мысалы, бір апта, 2 апта тоқтамай оқып, кейін адам оқымай қалатын болса, ол жақсы нәтижеге жете алмайды. Сол үшін ілімде ең бірінші ілім бізге тұрақтылықты, жүйені әкеледі, тәртіпті. Екінші, ілім алған кезде Алла Тағаланың шынайы қорқуды әкеледі. Оған бір дәлеліміз бар ма дейтін болсақ, Алла Тағала қасиетті Құранда Алла Тағаланың құлдарының ішінен ғалымдар ғана шынайы Алла Тағаладан қорқады деген аят бар. Осы жерде яғни ғалымдар олар ілім иелері. Ғалымдар олар және варататул анбия, пайғамбарлардың шынайы мирасқорлары. Ілім деген адамға Алла Тағаланың шынайы қорқуды әкеледі. Баршамыз Алла Тағаладан қорқамыз деп айтамыз, бірақ көптеген үлкен күнәларға жалпы бейіміз. Бірақ ғалымдар осы біздің білуімізше, енді олардың ішін білмейміз. Ішті тек Алла Тағала білуші, бұлай сырттан қарап үкім беретін болсақ, ғалымдар көбінесе бізге қарағанда Алла Тағала жақын адамдар. Енді олар күнә жасамайды деп айтпаймыз, күнә жасайды, бірақ бізге қарағанда үлкен күнәлерден кішкене
алшақтау болады. Өзін тыяды. Иә, бұл нәрсеге ол не нәрсе көмектесті? Шынайы ілімді бұл жерде де. Жай ғана информация емес. Кейде біз ойлаймыз, біздің алып жатқан нәрсеміз көбісі осы ілім емес, информация мекенде. Өйткені ілімнің негізі нұры болады, Алла Тағаланы тақуалыққа апару керек. Енді былай қарасақ, ұстаздарымыз айтатын бір сөз бар еді. Енді біз имам Бұхаримен теңестіреміз, бірақ былай айтқанда біздің әл-фарабилеріміз бар, абайларымыз бар. Бір рет тәрбиелегенде, екінші ретте тәрбиелеп шыға алады халық деп айтады да. Бірақ та ілім алуда кедергі ма, әлде құлшыныстың жоқтығы ма, қандай нәрседен адамдар ол нәрсеге жетуге деген ынтасы жоқ. Әрбір адам ғылымға негізделген кезде сол жердің бір шыңынан шығуды армандамайды. Ал бірақ армандайды, бірақ армандағанына әрекетпен жете алмайды. Оған не кедергі жалпы? Бұл турасында көп айтсақ болады. Ілімнің кедергі жайында ғалымдар өзінің еңбектерінде көп айтып кеткен. Мысалы, тәлімгер тағылымын қарайтын болсақ, немесе басқа бір еңбектерді қарайтын болсақ, ілім алу туралы. Сол кезде ілімнің бірнеше кедергілерін алып айтып кетеді. Соның біреуіне ең біріншісі адамның мақсат мұратының жоғары болмауы. Адам биік мақсат қоймауы. Бұл ғалымдар көп айтады. Бұл сырттай қарағанда өте маңызды емес сияқты көрінгенмен, бірақ шынында адам биік мақсатпен ғана шынайы ұшады дейді. Құстың екі қанатымен қалай ұшатын болса, адам биік мақсатпен солай ұшады дейді. Біз дүниелік істерде, мысалы біз үй алғымыз келсе, мысалы көлік алғымыз келсе, жақсы көлік алғымыз келеді, дүниелік жағынан жақсы мақсат қоямыз. Бірақ не екенін білмей, қазіргі кезде біз діни ілімде, мысалы, өте төмен дәреже қоямыз да, соған қанағаттанамыз. Мысалы, мен Құран оқи алсам болды, оны түсіну маған қайда деген сияқты. Немесе бұл қиын деген сияқты. Мен басы намаз оқып жүрмін ғой, транскрипциямен болса да. Мысалы, маған Құран оқимай қойсам болады деген сияқты. Өйткені менің қолымнан келмейді деген сияқты. Маған негізі біз дүниелік ілімдерді, дүниемізде мысалға қанағат тұтып, керісінше ілімде біз қанағат тұтпауымыз керек та. Керісінше? Бірақ бізде керісінше. Бір жағынан бұл негіз нәрсе адамның мақсат мұратының өте төмен болуы ілімде. Бір нәрселерді қанағат тұтуы да сол дәрежеге жеткенше. Ол деген біздің халық санымызға да маңызды емес пе айтайық? Мысалы мынандай бар. Қытайда өмір сүру қиын, адамдар оқуға қажет дейді. Ал бізде деген өмір сүру жеңіл, бірақ оқуға деген ынтамыз жоқ дегенде, ондай да бір арасындағы себептердің бірі емес пе? Ол да болуы мүмкін. Бірақ мен өзім ойымша, жалпы негізгі нәрсе бізде мақсаттың төмендігі деп ойлаймын. Екінші нәрсе бізде қазір өкінішке орай адамдар ақпаратты өте жеңіл түрде қабылдай бастады. Бұл да ілімге деген жалпы құлшынысты төмендетіп жібереді. Бұл да біз айтпаймыз. Біз жаңағы заманауи құралдарды, заманауи әдіс-тәсілдерді қолданбауға қажет деп айтпаймыз әсте. Бәріміз де қолданамыз мысалға. Әлбетте, бірақ ChatGPT-ті біз де қолданамыз деп айтқанда ғой. Бірақ бұның негізгі нәрсе, ілімдегі негізі құрал ретінде емес, қосымша балама ретінде ғана алсақ болады, қосымша. Ал негізгі нәрсеміз ұстаздардан алуымыз керек. Мамандардан. Мысалы, ғалымдарды қарайтын болсақ, ол кезде осыдан бірнеше алдын ислам ғұламаларын қарайтын болса, оларда заман дамымаған, оларда қазіргідей әдемі парақтар, біздің компьютер, телефон деген нәрселер, смартфон деген нәрселер жоқ. Алайда сондықтан олар бір хадисті мысалы алу үшін айлап, мысалы имам Бұхарилер жолға шығатын болады. Осы нәрсе қаншалықты қиындық болған сайын адам ілімге деген соншалықты ынтазары арта түседі. Өйткені ол гауһар тастай қымбат көрінеді оған. Өйткені ол бірден алынбайсыз, қол жеткізбейсіз. Ал қазір біз жақындадық, заман соншалықты жақындатып тастады бізді. Ақпарат деген біздің айтқанда интернетті ашсаңыз қолыңызда. Бұл нәрсе және ақпараттың ілім несін берекетін кетіріп жібереді. Сондықтан да біз оқымаймыз, оқуға да зауқымыз болмайды, еш нәрсеге дайындалуға. Өйткені сеніп алғанымыз да. Ал ғалымдар не іздесек соны тауып береді. Іздеп тауып береді. Ал ғалымдар олар біледі, ондай мүмкіндіктері жоқ екен. Сондықтан айлап сапар шегеді. Айлап сапар шегіп, жаңағы ұстаз тапқаннан кейін ол жерде міндетті түрде оқиды. Өйткені ол өзінің қаншалықты қиналғанын біледі да нақты. Өйткені ол ғалымдар бульға деген нәрсе болған. Мысалы, ғалымдар сапар шегетін, жаңа өзінің ақшасын жинайтын болған ілім үшін.
соған жететін азық түлігіне, база қажеттіліктеріне. Бар мүлкін сатып, үйін сатып, мысалы жолға шыққан ғалымдар бар. Енді ол шыққаннан кейін міндетті түрде оқу керек болады да. Бұл нәрсе оған мотивация болады. Ана ақпаратты жақсы қабылдауына, жаттауына, сақтауына, түсінуіне. Ал біздер қазір барша ақпараттар көп, бізге жалпы әлемге деген жалпы сондықтан мотивациямыз бір жағынан жоқ осы себепті. Тіптен қолымызға кітап алып қалсақ та, кітаптың тек мазмұнымен ғана шектелеміз дейсіз ғой. Ішіндегі кейбір нәрселерін сызып, жазып алу былай тұрсын. Енді Ернар Абзал бауырымыз бар еді ғой, Атыраудағы PhD докторант. Ол кісінің айтатындай, барлығы дамып жатыр, бірақ та біз ChatGPT-ді бос нәрсеге құртып жатырмыз. Ол жаңағыдай мен де қолданбай деп айтпаймын, қолдан деп айтамын. Мысалы үшін Бостонда тұрған дене жаңағыдай материалды сен барып алып келе алмайсың. Оны аударуда проблема болады. Сол үшін де неге сүйенесің? Сайып келген кезде не интернетке, Google-ға, не болмаса жаңағыдай ChatGPT-ге сүйенесің. Енді амал жоқ кездерде қолдануға болатын. Яғни оның да негізгі қолданыс аясын кең ұстаған дұрыс па деп. Енді уақытымызда көп негізі, бірақ та сонда да уақыт жоқ заманда да осындай бір уақыттарға келіп жатырмыз. Енді сізден ең соңғы бір сұрағымыз. Қазіргі уақытта білім алам деген адамға не нәрселерді нақтылап ұсынар едіңіз? Енді тек қана медресе шәкірттері, не болмаса университеттегі Нұрмарктың айналасында емес, себебі сіз ол жолды көріп келіп жатсыз, бірақ жалпы білім алушыға деген кезде мен осылай жасауым керек еді деп не нәрселер айтар едіңіз? Жалпы бұл өте маңызды нәрсе. Кез келген жалпы тек қана медресе немесе Нұрмарк шәкірт емес, кез келген жамағат болсын, кез келген адамға ең әуелі насихат ететін нәрсем, ең әуелі ниетті түзеуі маңызды. Бұл нәрсе былай сыртта көп уағыздарда айтылатын шығар, өте маңызды емес сияқты көрінеді. Бірақ шынымен де осы нәрсе өте қатты рөл ойнайды. Өйткені сіз не нәрсеге ниет етесіз, соған қол жеткізесіз. Алла тағала. Бірінші ниетіңізді анықтап болуыңыз керек. Ниет шынайы Алла разылығы үшін болу керек. Осы пайғамбарымыз шынайы мирасқор боламын, осы ілімді тірілтем деген нәрсе. Осы ілімнің иелесі болам деген нәрсе болу керек. Нақты шынайы ниет. Екіншісі, ілімнің себептері ол нақты ұстаз, жақсы ұстаз табу керек. Өйткені ұстаз жақсыны ұстамы жақсы деп қазақ бекер айтпайды. Ұстазыңыз жақсы болса, осы жақсы бағыт бағдар көрсете алады. Және әр қарай не нәрсені оқу керек, қалай оқу керек. Өйткені ұстаз сізге қарағанда не болады, шәкіртке қарағанда оның көптеген тәжірибесі болады. Шәкірт бастапқы кезде не нәрсе оқу керек, қалай оқуды соны білмейді. Коучтардан. Жақсы ұстаз керек. Тәжірибесі көп. Үшіншісі, осы жерде айтқанда ілім жолындағы серіктестерін жақсы таңдау керек. Өйткені біз көп нұр оқыған кезде, өзіміз жатқан кезде сездік, адам бірінші курсқа келген кезде қатты ниеті болады. Басылады. Кейін қасындағы жолдастарына қарай, егер қаншалық сіздің ниетіңіз мықты болып, бірақ қасыңызда бірге жүретін жолдастарыңыз ілімге құштар болмайтын болса, керісінше көп қыдыруға әуес болатын болса, сізді бәрі алып кетеді олар. Солар сіздің ниетіңізге әсер етеді қатты. Осы үшінші жақсы жолдас, серік таңдау. Тіпті сіз әлсіз болсаңыз да, ілімде әлсіз болсаңыз да, жаттау қабілетіңіз төмен болса да, жақсы жолдасыңыз болса, ол сізді тастамайды. Жақсы орта сізді үнемі алып шығады осы ілімде. Жақсы орта таңдай білу өте маңызды. Спортшылар секілді ғой. Бір жерге барған кезде өзіңнен кейінгілермен жаттығатын болсаң, сен сол дәрежеде қаласың. Өзіңнен ол дәрежеде болмасаң да, алдындағы не болмаса белсенділермен жаттығатын болсаң, сол жерде даму болады дегендей. Дәл сол. Орта маңыздылығы. Тағы? Тағы айтатын нәрсе, ең әуелі ілімді, содан кейін ілімдегі ең бастапқы келген кезде, жаңа біз айтып кеттік қой, әлмен хал деп, ғылым қал. Ең әуелі ғылым қал ілімдерін міндет болған, білу керек болған ілімдерді алу керек. Бірден таласты мәселелері кіріп кетпес бұрын. Діни мәселелерді. Мысалы бізде көбісі байқаймыз, бірінші курсқа келеді, бірақ жаңағы сол фиқтың кейбір терминдеріне кіріп кетіп жатады, біз әлі фиқты меңгермей тұрып. Осы нәрселер көп, әр нәрседе. Таласты нәрселерді жақсы көреді ғой. Өзінің дәрежеңде білім алу деген. Бірінші.
адам өзінің дәрежесінде жақсы ілім алу керек. Яғни базовый нәрселерді меңгермей жатып, терең нәрселерге кірмей тұру керек. Жақсы, рахмет. Нұртөре Таралбайұлы. Подкастымызға келіп, осындай келелі сұхбат беріп, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп, енді көптеген дұрыс ақпараттар бере алдыңыз деген ойдамыз. Біздің көрермендер де риза болады деген ойдамыз. Сіздерге үлкен алғысымыз бар және де шексіз. Сізге де алла разы болсын. Осындай подкастқа шақырып, жаңағы қонақ болу мәртебесіне бөлегеніңіз үшін. Жақсы, есігіміз ашық, әрдайым келіп тұрыңыз. Болды. Жақсы көрермендер, біз бұл сұхбатымызды білім алуға арнаған болсақ, келесі сұхбаттарымызда да бізбен бірге болыңыздар, біздерді қолдап жазылып кетіңіздер.